Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай орындықтардың бетіне жапқыш тігіп алатын боламыз. Егер орындықтарыңыздың беті кірленіп қалса, немесе менің жағдайымдағыдай осылай салафандары алынып қалған болса, онда түк те уайымдамаңыздар. Бұл салафандарды алып тастап, үстіне әдемі осындай жапқыш тігіп алатын боламыз. Бұл жапқыштың қараңыздар, екі шеті байланып тұрады. Астыңғы шетіне де резинка қоюға болады. Негізі мен қоймадым. Бұл нұсқа ұнамайды, себебі резинкасы көрініп тұрады астынан тартып. Ал былай резинкасыз да нық ұстайды. Сондықтан да керек емес деп шештім. Егер де дәл осындайды тігіп алғыларыңыз келсе, онда менімен бірге болыңыздар. Ал қыздар, ендеше бастайық. Ең алдымен осы орындықтың лекалын сызып алу қажет. Ол үшін үйде кез келген қағаздарыңыз бар болса, соны үстіне қойып, мінекей осылайынан лекалын сызып алатын боласыздар. Лекалды сызғанда міндетті түрде шетінен 1 сантиметр қосып сызыңыздар. Себебі матаға түсіргенде ол бізге оңайырақ болады. Ал қыздар, жаңағы лекалымызды негізгі матаға түсіреміз. Менің жағдайымда негізгі мата гобелен матасы, дивандіктерге арналған, соны қиып алдым. Одан кейін астына синтепонды қиясыздар. Синтепонды міндетті түрде 1 сантиметрге артығымен қиыңыздар. Себебі сырған кезде ол жылжып кетеді. Содан кейін астына подклад матасын аласыздар. Подкладты үстіңгі матамен бірдей етіп қиып алатын боласыздар. Сосын матаға сәйкестендіріп кружеваны аласыздар. Менде өзімде бар кружеваны қолданайын деп жатырмын. Содан кейін үстіне атлас ленталары керек. Бұның ұзындығы 25 сантиметр бір лентаның. Одан кейін сызғышпен мел қажет, үстіне сырып тігуге, сызықтарды қою үшін. Сіздер өздеріңіз қалаған қашықтықта 4-5 сантиметр етіп сызып алсаңыздар болады. Менің жағдайымда гобеленнің үстіне түспегендіктен мен гобелендегі сызықтардың бойымен қазір сыратын болам. Ал егер сіздерде бір түстес мата болса, онда міндетті түрде ара қашықтарын белгілеп, үстінен сызып алыңыздар мелмен, жақсы ма? Ал ендеше дайындап алсақ, онда осыны ең алдымен түйреп алайық. Мінекей түйреуішті алып, әр жерінен жақсылап тұрып түйреп алыңыздар. Себебі қазір сыру барысында жылжып кетеді. Бұл мата өте жұмсақ мата, астында синтепон, сондықтан да қозғалмасы үшін жақсылап түйреп алыңыздар. Ал мінекей қараңыздар қыздар, мен дивандіктегі көрдіңіздер ме, сызықтың бойымен бірден сырып кетіп жатырмын. Ал егер сіздерде ондай сызықтар болмаса, онда сіздер міндетті түрде белгілеп алыңыздар. Ал қыздар, мінекей толығымен сырып алдық, жақсылап. Менің жағдайымда әр қайсының қашықтығы 2 сантиметрден болды. Енді шетінен шыққан синтепондарды артығын қиып алып тастаймыз толығымен. Көрдіңіздер ме? Жаңағы артық 1 сантиметріміздің алғаны осы үшін қажет. Сондықтан одан кейін асықпай осы артығын қиып алып тастайтын боласыздар. Ал мінекей жаңағы артығын алып тастадық. Ендігі кезекте шеттеріне лентаны тігеміз. Бұл жерде бір лентаның ұзындығы менде 25 сантиметр. Соны ішіне бір-біріне қаратып, қазір осыны жапсырып аламыз қозғалмасы үшін. Ол оттың көмегімен сәл ғана жүргізіп басып қалсаңыздар, лента бір-біріне жабысып қалады. Шеттерінде дәл солай обработка жасап аласыздар, сөгіліп кетпес үшін. Екінші лентамызды да дәл солайынан қайталаймыз. Ішіне бір-біріне қаратып, отпен күйдіріп, шеттерінде бір күйдіріп аласыздар. Мінекей ленталарымыз дайын. Енді осыны шетіне 1 сантиметр шығарып қоятын боламыз, белгілеп. Осының үстіне енді біз подкладымызды қоямыз. Подкладымызды бірдей етіп шеттерін жауып, осы ленталардың үстінен жақсылап түйреп алыңыздар, қозғалып кетпес үшін. Лентаны 1 сантиметр қашықтықта шығарып қойыңыздар. Дәл маталармен бірдей етіп тікпеңіздер, себебі ол тігу барысында олар да қозғалып кетуі мүмкін. Мінекей жақсылап тұрып түйреп аламыз барлығын, асықпай.
ленталарды түйреп алғасын толығымен айналдырып тігеміз де шетінен қайырып ішінен алып шығуға орын қалдырамыз. Әзірге осылайынан толығымен түйреп алайық қыздар. Ал қыздар, мінекей түйреп алдым. Енді қараңыздар, артқы жағынан 8-9 сантиметр орын қалдырасыздар айналдыру үшін. Ең алдымен басынан бастаған кезде міндетті түрде закрепка жасаңыздар басында және соңында. Ал осылайынан мінекей қараңыздар, толығымен айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей тігісімді аяқтадым. Ендігі кезекте дөңгелек айналған жерлерінен тіліктер жасаймыз. Яғни рассечка дейміз ғой, орысша айтқанда. Тек қана айналып тұрған жерлерді ғана тілік жасайсыздар. Тігіске 1-2 мм жеткізбей. Лентаның өзін шығып тұрған қиып тастамаңыздар. Ол тұра берсін. Ал мінекей енді осыны айналдырып бергі бетіне шығарамыз. Бұрыштарын барлығын жақсылап түзеп аламыз. Айналдырып болғаннан кейін енді шетінен 1-2 мм қашықтықта тігіс түсіруіміз керек. Ол үшін жаңағы артқы тігісті қалған орнын бірінші түйреп жауып аламыз. Сосын дәл сол жерден айналдырып отырып тігіп шығамыз. Толығымен айналдырып. Мінекей қыздар, қараңыздар, шетіне тігіс түсіріп алдық, 2 мм қашықтықта. Енді осы жерге кружева тігеміз. Кружевамызды мінекей аламыз да, қазір арт жағынан бастаймын. Бастаған кезде кружеваның басын қайырып жіберіңіздер, болашақта сөгіліп кетпес үшін. Кружеваны қойып алып, міндетті түрде айналдырып тігетін боламыз. Сосын қыздар, қараңыздар, кружеваны шетіне келген кезде айналатын жерінде гармошка етіп жинайсыздар. Дүзіп етіп тігіп кетпеңіздер. Себебі ол көтеріліп кетеді. Ал гармошканың ара қашықтығын өз көз мөлшерлеріңізбен қойып тіге берсеңіздер болады. Ол маңызды емес. Тек шеттерін айналдырған кезде осылайынан кружеваны гармошка етіп жинаңыздар. Мен 5 гармошка қылып жинадым. Осылайынан әр айналымдағы 4 бұрышын осылайынан тігіп шығатын боласыздар. Ал түзу қырларын оның түзуінен тігіп кете бересіздер. Мінекей қыздар, қараңыздар, толығымен кружеваны тігіп алдық. Енді осыны жақсылап тұрып бір үтіктеп алыңыздар. Ал мінекей қыздар, жақсылап тұрып үтіктеп алдым. Кружевалардың барлығы қараңыздар қалай әдемі болып түсті. Тігісінің барлығы жақсылап үтіктелді. Астыңғы жағында үтіктеп жіберсеңіздер болады подкладында. Ендігі кезекте осы жапқышымызды орындыққа қойып көрейік. Ол үшін ең алдымен менің жағдайымда орындықтағы салафанды осылайынан зыр-зыр етіп жүргізіп, жұлып алып тастауым керек. Себебі бұл салафандар орындықтың өзінікіден солар жыртылып қалған болатын. Енді осыны алып тастаймын. Алынған орындықтың үстіне жаңағы тіккен жапқышымды қойып, шеттерінен
осылай әдемілеп байлап жібереміз. Егер де осындай жапқыштың тігілу жолы сіздерге де ұнап жатса, міндетті түрде комментарий жазып лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қараңыздар, қандай әдемі орындыққа жапқыш болды. Бұндай жапқыш сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Келесі сабақта кездескенше.